Некені тіркеуге электрондық өтініш беру үшін. егов.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте азаматтарға отбасылық жағдайы бөлімін таңдап, некені тіркеуге электрондық өтініш беру қызметін таңдаңыз. Онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Некені тіркеу үшін өтінімді болашақ жұбайлардың бірі бере алады. Өтініште некеге тұрғаннан кейінгі тегін, білімін, табыс көзін, жұмыс орнын, лауазымын, отбасылық жағдайын көрсету керек. Некені тіркеуге өтініш берушіге өтінімде ерінің зайыбының ЖСН нөмірін көрсетіп, неке тіркелетін ахат тіркеу бөлімін таңдау керек. Сонымен қатар қажетті қосымша ақпаратты толтыру қажет. Өтінім беру үшін төлем жүргізу қажет. Өтінімге ЭЦХ арқылы қол қою керек. Болашақ ерінің зайыбының өтініш беруді растауын алу керек. Өтінімді 48 сағаттың ішінде растауға болады. Некені тіркеу өтініш берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күні өткеннен кейін жүргізіледі.